Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli shogirdlar, biz al-muqaddimat darslerini ары қарай жалғастырамыз. Бұл мұқаддимат имам Сануси рахимахулланың кітабы. Өткен сабақта біз қысқаша түрде имам Сануси рахимахулланың таржамасын өттік. Одан кейін бірінші мұқаддиманы бастадық. Мұқаддиматул ула фил ахкам, үкімге қатысты мұқаддима. Сосын үкім дегеніміз не? Соны өттік. Ол испату амрин ли амрин ау нафиху анху. Бір істі екінші іске бекітеміз, немесе одан екіншісінен қайтарамыз деп айттық. Кейін осы үкім үшке бөлінеді деп айттық. Егер де бекіту мен нафи қылуы шариғат тарапынан болатын болса, онда ол хүкім шар'i болады. Егер де нафи мен испат бұл ақыл тараптан болатын болса, онда хүкім ақли болады. Егер әдет тараптан болатын болса, онда хүкім ади болады. Енді біріншісі имам Мусаниф рахимахулла шар'i үкімнен бастайды. Шар'i үкімнен бастайды. Неге шар'i үкімнен бірінші бастады? Өйткені шар'i үкім шарафатты да, құрметті қалғандарына қарағанда. Өйткені Алла тарапынан бекітіліп жатқан үкім да бұл. Фашар'ию хитабуллахи та'ала ал-мутааллиқу би аф'алил мукаллафина бит-талаби ауил ибахати ауил вад'i лахума. Енді осыны түсіндіріп кетейік, анықтаманы. Қараңыздар. حكم شرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. Демек, حكم شرعي дегеніміз ол Алланың хитабы, Алланың кәламы, Алланың үндеуі. Бірақ қандай мутааллиқ биаф'ал мукаллафин. Мукаллафтардың іс-әрекеттерімен байланысты болған Алланың хитабы, Алланың үндеуі, Алланың сөзі. Бірақ Алланың үндеуі немен болған? Талап етумен болады, немесе бір нәрсені рұқсат етумен болады, мубах етумен болады. Немесе сол талаппенен мубахқа не болады? Алланың хитабы қоюмен болады, уадық қылумен болады. Енді өтеміз оны иншалла. Уадық дегеніміз не? Қою дегеніміз не? Енді қараңыздар, бізде анықтамада не болады? Бір нәрсені, өзіне қатысты нәрсені қамтып, қатысы жоқ нәрсені шығарып тастау керек, дұрыс па? Енді хитаб деген кезде хүкім шар'i хитаб деп айтты, Алланың сөзі деп айтты, үндеуі деп айтты. Сол хитаб деген бұл жинс секілді да. Енді барлық хитабты қамтып кетті. Оның ішінде не бар? Хитабулла бар, хитабул инс, малаика уал джин бар мысалға. Адамды да хитаб қылады мысалға. Періштелерді хитаб қылуы мүмкін мысалға, инсті де хитаб қылады, дұрыс па? Жаңағы джиндерді. Енді хитабулла деген кезде хитабулла не шығып кетті? Хараджа бихи хитабул инси вал малаикати вал джинни вал джинни. Артық болып кеткен. Демек, адамның хитабы шығып кетті, періштелердің хитабы шығып кетті, және бұл жындардың хитабы шығып кетті. Демек, бұлардың хитабы шар'i бола ма? Жоқ. Шар'i хитаб деген не? Алланың хитабы. Хитабуллахи та'ала. Түсінікті? Енді осы хитаб немен байланысты деді? Мутааллиқ би аф'алил мукаллафин. Мукаллафтардың іс-әрекетімен байланысты деп айтты. Мукаллафтардың іс-әрекетімен байланысты деп айтқан кезде не шығып кетті? Демек, мукаллафтың іс-әрекетімен қатысы жоқ нәрселер шығып кетті. Қандай нәрселер мукаллафтың іс-әрекетімен қатысы жоқ? Енді мукаллафтың іс-әрекеттері емес болған нәрселер не ол? Хараджа бихи бірінші хитабуллахи та'ала мутааллиқ би фи'лихи та'ала. Алланың өзінің іс-әрекетімен байланысты болған хитаб шығып кетті, түсінікті ма? Мысал қандай? Аллаху халиқу кулли шей деп. Алла Тағала бұл не? Өзінің
барлық нәрсені жаратушы екенін айтты да. Халиқ дейтін не? Алланың іс әрекеті, дұрыс па? Халиқ деген Алланың іс әрекеті. Демек бұл хитоб немен байланысты тұр? Алланың іс әрекетімен байланысты тұр да. Бұл демек бұл хукм шар'i емес, түсінікті ма? Түсінікті иә? Өткен бұл хукм шар'i муталиқ бимаза би аф'али мукаллафин, мукаллафтар іс әрекетімен байланысты керек. Бұл жерде Алланың ісімен байланысты тұр да. Түсінікті иә? Демек ол шығып кетті. Екінші хитобуллахи тағала муталиқ бил жамадат. Жансыз нәрселерге мен хитоб қылды Алла тағала жансыз нәрселерге де. Сол жансыз нәрселерге қатысты келген Алланың хитобы шығып кетті. Бұл да хукм шар'i болып есептелмейді. Мысалға, яума нусайирул жибала деген кезде. Тауларды жүргіземіз деген. Нусайирул жибал деген. Тау не? Жамадаттар, дұрыс па? Жамадаттар. Бұл хитоб не ма? Жаңа хукм шар'i ма? Неше өткені бұл аф'ал мукаллаф бес бұл. Бұл жамадаттар қатысты хитоб. Үшінші не шығып кетті? Хитобуллахи тағала муталиқ би заватил мукаллафин. Мукаллафтардың аф'алдарымен емес, бәлкім заттарымен байланысты. Мукаллафтың затымен байланысты болған хитоб шығып кетті. Мысал қандай? Валақад халақнакум сумма савварнакум. Алла тағала айтады, біз сендерді жараттық дейді және бейнеледік дейді. Енді халақнакум савварнакум деген бұл іс әрекетке байланысты ма мукаллафтардың? Әлде заттарына байланысты ма? Заттарына байланысты. Демек бұл да не емес, хитоб шар'i емес, яғни хукм шар'i емес. Төртінші хитобуллахи тағала муталиқ би затихил алия. Алланың өзінің затына байланысты болған, ұлы болған өзінің затына байланысты хитоб шығып кетті. Бұл да не емес, хукм шар'i емес, хитоб шар'i емес. Мысалға, ла илаха иллалла деген кезде. Ла илаха иллалла Алланың затымен байланысты нәрсе, Алланың заты емес, жалғыз тек қана. Түсінікті ма? Демек бұл да не емес, хукм шар'i емес, өткені мукаллафтар іс әрекет емес бұл. Демек, әл-муталиқу би аф'али мукаллафин деген не шығып кетті? Демек осы төртеуі шығып кетті. Түсінікті болды ма? Енді Алланың хитобы не болады? Бит-талаб. Би деген хитобқа муталиқ болады. Хитобуллахи тағала бит-талаби. Алла тағала үндеуі не болады? Талап етуімен болады. Кәләмі талап етуімен болады. Мукаллафтардан бір нәрсені талап етеді. Түсінікті? Бір нәрсені істеуі талап етеді. Осы талабул фи'л болуы мүмкін. Бір нәрсені істеуі талап етеді. Ау талабу тарк. Бір нәрсені істемеуді талап етеді. Түсінікті ма? Талап екіге бөлінеді демек. Сосын талабул фи'л өзі екіге бөлінеді. Бір нәрсені істеу талап еткен кезде нақты түрде талап етеді, жазым түрде талап етеді. Немесе нақты түрде талап етпейді. Егер нақты түрде талап ететін болса, ол не болады? Бұл хукм ижаб болады. Ал егер де нақты түрде талап етпесе, істеуді нәдіп болады да, мандуб болады. Бұл үкім нәдіп болады. Ал енді тәрк етуді талап еткен болса, ол да солай. Нақты түрде талап етеді, тәрк етуді немесе нақты түрде талап етпейді. Мысалға, нақты талап ететін болса, ол не болады? Тахрим болады. Үкім не болады ол? Тахрим болады. Одан туындайтын нәрсе не? Харам да. Тахримнен туындайтын нәрсе не? Харам. Ижаптан туындайтын нәрсе? Важиб. Мандуб, надыптан туындайтын нәрсе? Мандуб. Егер де жазым емес болса, нақты емес болса, тәрк етуді талап етуі, бұл не болады? Караха болады бұл үкім. Одан туындайтын нәрсе не? Макрух. Караха деген үкімнен туындайтын нәрсе? Макрух. Түсінікті ғой, ауил ибаха немесе рұқсат етіп қою менен. Кейін ауил вадаи лаху мадад. Немесе екеуіне жаңағы талап пен ибаханы қоюмен болады. Алланың хитобы не болады? Қоюмен болады. Қою дегенде мысалға осы важиб немесе надиб, тахрим, караха деген нәрсе бар ғой. Немесе ибаха деген нәрселерге. Алла Тағала оларға себеп қойып қояды. Шарт етіп қояды бір нәрсені соларға. Немесе бір нәрсені мани етіп қояды сол нәрселерге. Мысалға важибке бір нәрсені істейді, важиб болуына себеп етіп қояды. Немесе шарт етіп қояды бір нәрсені сол важибке. Немесе сол важибке не істеп қояды? Бір нәрсені мани етіп қояды. Соны не дейді? Уадық деп айтады. Алла Тағала не істеді? Важибке шарт қойды. Уадық деген сол да, шарт қойды. Түсінікті ма? Алланың хитобы демек уадықпен болады. Яғни бір нәрсеге, осы айтқан үкімдерге бір нәрсені қояды, тағайындайды. Алам ретінде, белгі ретінде.
ол шарт болады, немесе себеп болады, немесе не болады? Уадық дейтін себеп болады, немесе шарт болады, немесе маних болады. Түсінікті ғой, иә? Өтеміз еще тағы да. Демек қараңыздар, мына жер бар ғой, мынау мысалға. Осы бөлігі бұған хукму таклифи деп айтады. Жүктейді бір нәрсені. Түсінікті ма? Ал мынаға не дейді? Мына бөлігіне хукмун вадаи деп айтады. Хукм таклифи және хукм вадаи болады. Түсінікті ма? Хукм таклифи мен вадаиның айырмашылығы қандай? Хукм таклифи құлда өзінің ихтияры болады. Істеу, істемеуде. Құлда не болады? Ихтияр болады. Ал вадаида кейбір нәрселерінде ихтияры болуы мүмкін, кейбір нәрселерінде ихтияр болмайды. Түсінікті ма? Мысалға, күннің ауы не? Зухр намазының уәжіп болуына не болып тұр? Алла Тағала себеп етіп қойды, дұрыс па? Күннің ауын зухр намазының уәжіп болуына себеп етіп қойды Алла Тағала. Бұл күннің ауы сенің ихтиярында ма? Сенің ихтиярында жоқ, дұрыс па? Немесе жаңағы жылдың айналуы, зекеттің уәжіп болуына жылдың айналуы не болады? Себеп болады. Осы нәрсе сенің ихтиярында ма? Сенің ихтиярында жоқ, дұрыс па? Жылдың айналуы деген нәрсе. Бірақ кейбір нәрселер сенің ихтиярында болады, кейбір себептер сенің ихтиярында болады. Мысалы қандай? Ұрлаған кезде қолдың кесуінің себебі не? Ұрлық. Алла ұрлықты қолдың кесуге себеп етіп қойды. Енді ұрлық дейтін нәрсе сенің ихтиярында ма? Әлі мәжбүр дейсің бе сен ұрлауға? Жоқ, сенің ихтиярында. Демек, вадаи үкімдер, себеп, шарт деген нәрселер кейбірі сенің ихтиярында болады, кейбірі сенің ихтиярында болмауы мүмкін. Ал таклифиде міндетті түрде сенің ихтиярында болу керек. Ешкім мәжбүрлемейді сені. Түсінікті ма? Намаз оқу үшін дәрет алу. Бұл да не болып тұр? Шарт та. Намаз дәрет не болып тұр ол? Шарт, ол хукм вадаи. Және тағы ескертетін нәрсе демейтін да, тағы ескертетін нәрсе. Кей кезде вадаи үкімдер таклифиде болуы мүмкін. Жаңа тахарат секілді. Бір жағынан вадаи және таклифиде бұл. Түсінікті ғой? Және вадаи кейбірі құлдың ихтиярында болады, кейбірі ихтиярында болмайды. Ал таклифи тек қана құлдың ихтиярында болу керек. Түсіндір ма? Енді кітаптан оқиық. فالشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الودع لهما. Бұны аудармасын өттік, иә? Енді қараңдар. ويدخل في الطلب أربعة. Талап деген сөздің ішіне 4 нәрсе кіреді дейді. Біріншісіне қараңыздар. Ижаб, ва надб, үшінші тахрим, төртіншіне караха. Неге ол төртеуге шектелді? Өйткені қараңыз, мынау болады, төртеуге шектелудің себебі талап фиал болатын болса, және жазым болатын болса ижаб болады. Егер ғойр жазым болса надб болады. Егер талап тарк болса, жазым болса тахрим болады. Ғойр жазым болса не болады? Караха болады. Осы үшін шектелді, осылай төртеуге шектелді. Енді мына жерде не үшін ижаб деп айтты, не үшін важиб деп айтқан жоқ? Хукмды не деп айтты? Ижаб деп айтты да, немесе надб деп айтты. Мандуб деген жоқ, надб деп айтты. Ижаб деп айтты, важиб деп айтқан жоқ. Түсінікті ма? Неге десе айтады бұл жерде, өйткені үкім дейтін нәрсе бұл ижаб та. Ал важиб дейтін сол ижабтан туындайтын нәрсе. Сол үкімнен, ижаб деген үкімнен туындайтын нәрсе не? Самаразы важиб. Надбтан туындайтын нәрсе не? Мандуб. Түсінікті ма? Ал енді кейбір ғалымдардың жаңағы хукмды айтқан кезде бұл мандуб деп айту, важиб деп айтатын болса, ол не? Тасамухан айтқан, тажауызын айтқан. Түсінікті ма? Маджази тұрғысын айтқан да, тікелей емес. Түсінікті ма? Важиб мандуб деп айтсаңыз қате болады сонда. Қате болмайды. Просто тасамухан да. Yani haqiqiy ma'nosini aytib maqsad etilmaydi da, просто majaziy turusini aytiladi da. Ko'p g'olimlar aytgan o'sha deb endi. Vajib deb aytadi, ne deb aytadi, biroq da negizi qaysi? Ijabda, biroq da so'dan tuundaydigan narsa ne? Vajib. Solay bo'ladi. Yani yalzamu min al-ijabi vajib da. Yani atlaqa al-malzum, atlaqa al-lazim va arada malzum da.
атлақа ләзім арада мәлзум. Яғни ләзімді айтып не мақсат етіп жатыр бұл жерде? Уажib деген кезде мәлзум мақсат. Мәлзум деген ол ижаб. Мәжази тұрғысында. Енді соны әрқайсының анықтамасын береді бізге. Ижаб дегеніміз не? Түсінікті ғой, Надіб дегеніміз не? Ижаб дегеніміз уа талабул фи'ли. Талабан жазиман. Бұл бір істі нақты түрде талап ету. Бір істі нақты түрде талап етуді ижаб деп айтады. Енді қараңыз, уа талап деген кезде не шығып кетті? Ибаха шығып кетті. Өткен ибаха талабымыз изн. Ибаха деген шығып кетті, дұрыс па? Талабул фи'ли деген кезде не шығып кетті? Тахрим шығып кетті, және караха шығып кетті. Өткені бұл талабул фи'л емес, талабул тарк. Талабан жазиман деген не шығып кетті? Жазиман надиб шығып кетті. Өткені ғайру жазим. Мысалға қандай? Кал имани биллахи та'ала ва русулихи. Мысалға Аллаға иман келдіру секілді, және елшілерге иман келдіру секілді. Бұл не болады? Талап ету қалай талап етті бұны? Нақты түрде талап етті бізден, дұрыс па? Русулихи дегенде негізі әнбияихи деген жақсырақ болатын еді дейді. Әнбияихи деген. Әнбия десе не? Ол аам ғой әнбия деген. Соңында кімді қамтып кетеді? Елшілерді қамтып кетеді дейді. Неге қамтып кетеді? Елшіні қамтып кететін еді дейді. Неге елшіні айтты деген кезде просто русулитін ашраф болғандықтан айтып кетті дейді. Түсінікті ма? Аноны беғалаба кіріп кетеді нәби деген. Русул деген кезде нәби шығып кетеді ме? Русул деген машхур, не? Машхурда не ғой? Русул дейтін не? Арасында умум, хусус, мутлақ қой. Жүзға атылған жүз арада көп тұрсың. Жоқ, просто не ғой, жаңа ашрафты айтты да, беғалаба не кіріп кетті? Әнбия кіріп кетті. Неге пайғамбарымызды айтпады тек қана? Пайғамбарды айтса жеткілікті ғой, пайғамбар иман келтірген болса, ол басқа пайғамбарға иман келтірген болып есептеледі ғой негізі. Неге пайғамбар айтпай кетті дейді, тек қана? Жеткілікті болатын еді ол дейді. Жоқ, бізді ақида білесіңдер ғой жаңағыдай. Білмей қалудың қатері көп болатын болса, мысалға, онда не болады? Ғалымда ескеріп кетеді, барын айтып кетеді. Өйткені көп біле бермейді, пайғамбарды иман келтірген адам басқаға иман келтірмей қалуы мүмкін да. Сондықтан да не? Русул деп бәрін айтып кетті да, тек қана пайғамбарымызды емес. Әйтпесе пайғамбарымызды айтқан кезде басқа пайғамбар иман келтіреміз ғой біздер, дұрыс па? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не айтып кетті? Құран айтып кетті. Құранда не? 25 пайғамбар иман келтірді деп тұр. Қауаидил исламил хамси. 5 жаңағы ислам негіздері. Ол қандай? Шахада. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах деп айту. Намаз, ораза, зекет, қажылық, дұрыс па? Осы 5 парызды айтады. Қауаидил хамс деген. Хамс дейтін ненің сипаты болып тұр? Қауаидтың сипаты болып тұр. Исламның емес, қауаидтың сипаты. Уа надбу. Надб дегеніміз уа талабул фи'ли талабан ғайра жазимин. Ол бір істі нақты емес түрде талап ету. Түсіндің ма? Енді талап деген не шығып кетті? Бағана айтқандай ибаха шығып кетті, я? Талабул фи'л дегенде тахрим мен караха шығып кетті. Ғайра жазим деген кезде не шығып кетті? Әл-ижаб шығып кетті, ижаб. Мысал қандай? Касалатил фаджри ва нахвиха. Таң намазы секілді. Таң намазы мандуб па? Бұл жерде не? Таң намазын 2 ракат сүннеті ғой. Соны айтып жатыр, түсінікті ма? Таң намазы несі? Алғашқы 2 ракатын айтып жатыр. Бұл Малики мазхабында ғой енді. Не болады? 2 ракат сүннеті мандуб болады да. Сол секілдігін духа намаз секілді мысалға. Я? Бұны талап етті, бірақ талап ету не болып тұр? Ғойры жазим, я? Келесі, уат тахриму. Тахрим дегеніміз не ол? Уа талабул каф анил фи'ли талабан жазиман. Бір істі істеуді бір істі жаңағыдай
істемеуді талап етеді. Бір істі нақты түрде істемеуді талап етуі не деп айтады? Тахрим деп айтады. Талап деген кезде ибаха шығып кетті. Талабул каф дегенде не шығып кетті? Ижаб және надб шығып кетті. Өйткені ижаб пен надб дейтін не болды? Талабул фи'л. Талабан жазиман деген не шығып кетті? Караха шығып кетті, иә, караха. Оған мысал қандай? Кашур бил хамри ва зина ва нахвихима. Арақ ішу секілді, иә. Алла Тағала бұдан тыйылуды талап етті. Жазым түрде талап етті. Зинадан тыйылуды талап етті Алла Тағала. Және сол секілді нәрселер. Вал караха ва хия талабул каф анил фи'ли талабан гайра жазим. Караха дегеніміз ол жаңағы бір істі істеуден қайтаруды. Бір істі істемеуді талап етеді. Қандай бір істі істемеуді талап етеді, бірақ та гайра жазим. Нақты түрде емес. Соны караха деп айтады. Талап дегенде ибаха шығып кетті, каф дегенде ижаб пен надб шығып кетті, гайра жазим дегенде шығып кетті, тахрим шығып кетті, иә. Секілді ка қираатил Құр'ани фи рукуи ва суджуди масалан. Мысалға, рукухта, сәждеде не оқуды? Жаңағы Құран оқуды қайтарылған, дұрыс па? Бұл не болып тұр? Караха болып тұр, дұрыс па? Караха. Ва амма л-ибахату фахия изну ш-шар'i фил фи'ли ва т-тарки ма'ан мин гайри тарджих ли ахадихима аля л-ахар. Ал енді ибаха келетін болсақ, енді қараңыздар. Мына жоғарыда не деп келді бана? Ва надбу ва тахриму ва караха деп келді. Содан бөліп тастады нені? Ва амма л-ибаха деп айтты. Анардан бөліп тастады. Не үшін? Өйткені ибахада не жоқ? Талап жоқ та ешқандай. Одан кейінгісінде талап жоқ. Уадықта талап бар ма? Уадықта талап жоқ. Демек, сол үшін естеді, ибаханы талап жоқ болғандықтан аналардан бөліп тастады. Алдындағылардан бөлек айтты. Талап деген ол, ибаха дегеніміз ол шариғаттың бір нәрсені істеп және істемеуді бірге рұқсат етіп қою дейді. Мен ғойри тарджих ли ахадихима аля л-ахар. Бірін екіншінен басын қылмастан бір нәрсені істеп, істемеуді бірге шариғаттың рұқсат етіп қою не деп айтады? Ибаха деп айтады. Енді мына жерде маан деп айтқан себебі такид үшін келіп жатыр да, такид үшін. Өйткені мына жерде вау дейтін нәрсе ау мағынасында түсініп қалмау үшін да, кей кезде ау дейтін, вау дейтін ау мағынасында келеді да. Түсінікті ма? Екеуін біреу деген. Сондықтан вау дейтін нәрсе бұл жерде хақиқи өз мағынасында екенін білдіру үшін маан деген мағынаны алып келді. Маан. Бірге. Түсінікті ма? Істесең де болады, істемесең де болады. Түсінікті ғой, екеуіне рұқсат етіп қойды Алла Тағала. Біреу бірінен басым емес, бірі екіншінен емес, басым емес. Мысалы не секілді? Кән никахи вал бай'i ва нахвихима. Мысалы никах сияқты және байғ сияқты. Никах дейтін ол солардың Малики мазхабында болады, Шафии мазхабында мубахта ол. Сауда саттық секілді оларда. Ал бізде Ханафи мазхабында жаңағыдай қалыпты жағдайда болған кезде бізде қандай үкімі? Сүннет болады да, үкімі сүннет. Ал енді Шафиилерде жаңағы Малики мазхабында мына кітаптан қарасақ, қалыпты жағдайларда не болады? Кәдімгі мубах болады да. Мубах болады. Сауда секілді мысалы, саған бір сатып ал деп айтамын ба? Сауда саттық жаса деп айтамын ба саған шариғат? Міндетті түрде. Жоқ, сен істесең де болады, істемесең де болады. Бұлар мазхабы бойынша үйленсең де болады, үйленбесең де болады да. Ешқандай не жоқ. Сондықтан бұлардан нәпіл ғибадатпен шұғылданған хайырлы да никахтан қарағанда. Никахта өткені бұлардың никах не? Нәпіл да, не ғибадаттар не? Жаңағы нәпіл ғибадаттар олар. Нәпіл да, нәпілді не? Мубахтан қарағанда жоғары тұрады да. Мандоп қой, мандоп дейтін не? Мубахтан қарағанда жоғары тұрады. Сондықтан да бұларда ғибадатпен шұғылданған хайырлы дейді нәпіл. Ал бізде никахпен шұғылданған хайырлы дейді. Деп бәрін үйленіп кетпеңдер екен. Сендерге айтылған жоқ бұл. Енді келесі
Жаңа нені бітірдік? Таклифиді бітірдік, иә? Енді уадықты өтеміз. Аммал уадуу лахума. Енді шариғаттың сол талаппенен және ибахаға бір нәрсені қойып қоюы, шартты қоюы немесе себепті қойып маниқты қоюы. Соған келетін болсақ, уадық дегеніміз не ол? Фахуа айбаратун ан насби шарии амаратан аля хукмин мин тилкал ахкамил хамса. Яғни қараңыздар. Уадық дегеніміз ол айбаратун ан насби шарии амаратан аля хукмин мин тилкал ахкамил хамса. Ол шариғаттың бағана өткен 5 үкім бар ғой. Сол 5 үкімнің біреуіне белгіні тағайындау жайындағы бір түсінік. 5 үкім не істейді? Бір аламын тағайындайды. Сол жайында түсінікті не деп айтады? Уадақ деп айтады. Түсінікті ма? Уадақ. Демек, уадақ дегеніміз бір нәрсені жаңа 5 үкім біреуіне бір белгіні тағайындау. Түсінікті ма? Ол белгі не? Ол себеп болуы мүмкін шарт немесе мания. Ол жаңағы амара, яғни алама, сәбәп, шарт және мания. Енді неге осы үшеуіне шектелді? Ваджхул хасри фи саласати, үшеуіне шектелудің себебі аннаху иза ассара, егерде ол әсер еткен болса, би уджудихи ва адамихи, бар болуымен және жоқ болуымен әсер еткен болса, не деп айтады оны? Себеп айтады, түсінді ма? Егерде бар болуы үкімнің бар болуына әсер ететін болса, жоқ болуы үкімнің жоқ болуына әсер ететін болса, онда не деп айтады бұны? Себеп айтады, түсінді ма? Екі тараптан да әсер етіп тұр ма? Бар болу, жоқ болуымен, демек оны себеп айтады. Ал енді иза ассара би адамихи, тек қана жоқ болуымен әсер ететін болса, оны не деп айтады? Шарт деп айтады. Яғни жоқ болса не болады? Ол да үкімде жоқ болады. Бірақ шарт бар болса, үкім бар болуы міндетті пе? Жоқ, бар болса әсер етпейді ол. Түсінді ма? Тек қана жоқ болу тарапына әсер етеді. Ол шарт деп айтылады. Ал енді иза ассара би уджудихи, ал тек қана бар болу әсер ететін болса, яғни ол не дейді? Маниқ деп айтылады. Түсінді ма? Маниқ дейтін бар болса, үкімнің жоқ болуына әсер етеді. Бірақ маниқтың жоқ болуы үкімнің жоқ бар болуына әсер ете ме? Жоқ, әсер етпейді. Оны әлі өтеміз иншалла. Жеке-жеке себепке келгенде, шартқа келген кезде, маниққа келген кезде. Түсіндір ме үшеуге шектелуін? Енді бағана айттық қой біздер. Шариғатты жаңа уадық дегеніміз бұл, бағана айтқан 5 үкім бар ғой. Мынау. Уаджиб, мандуб, мухаррам, макрух, мубах деген 5 үкім. Соған шариғаттың не істеп қоюы? Бір нәрсені тағайындап қоюы, белгілеп қоюы. Ол не белгілейтін себеп қойып қояды, мысалға. Уаджибке, 5 үкімге себебін тағайындайды, шартын, манияны тағайындап қояды да, мысалға. Соған әрқайсына мысал келтірейік та, мысалға. Аш-шар'у вада'a сабабан ва шартан ва мани'ан ли ваджиби. Шариғат уажибке себеп, шарт, маниқ тағайындап қойды, белгілеп қойды, уадық қылып қойды. Мысал қандай оған? Зухр мысалы. Зухр не үкімі парыз, уажибті айтады ғой жумһурларда. Оның себебі қандай мысалы? Алла тағала себеп тағайындады. Ол завал. Дұрыс па? Завал ауымен не болады? Зухр міндет болады, дұрыс па? Бұл себебі. Демек қараңыздар, уажибке не тағайындады Алла тағала? Себеп тағайындады. Және зухурдың шарты бар, дұрыс па? Оған шарт тағайындады. Қандай? Уджубу зухурге ақыл болу керек та. Шарты не? Ақыл болу керек. Маниғы не ол? Хайыз мысалға. Хайыз, дұрыс па? Хайыз келсе әйелге зухур уажиб бола ма? Демек бұл маниқ, дұрыс па? Уажиб болуын есепті тыйып тұр. Шарау вада'a сабабан ва шартан мани'ан лил мандуб. Оған мысал келтірейік. Мысалға нафил намазы, нафила. Сабабы не? Нафилдің уақыты да, дұрыс па? Өзінің уақыты бар, мысалға 5-дің алдын оқылады, 5-дің кейін оқылады деген сияқты мысалға. Асардан кейін оқылады деген өзінің уақыты бар. Сол уақыттың келуі себебі бар да сол. Шарты не? Ақыл да болды да. Баспадан қате етіп мына жерден. Ақыл. Үшінші мания не ол? Жаңа айтқандай, намаздадай ғой, хайыз және уақытул мамну. Тыйым салған уақыттар ғой, макрух уақыттар, немесе күн батып жатқан, күн шығып жатқанда деген сияқты мысалы. Сол уақытта маниқ болып тұрады, маниқы бар да сол.
Келесі шара уада'a сабабан ва шарту мани'ан лил мухаррам. Харам нәрсеге не істеді? Харамды үкімге осы үшеуін бекітті да. Мысалы, әкүл мәйтати. Ол үкімі не? Харам. Себебі не оның? Мысалы, себеп етіп қойды оған бір нәрсені. Маутуха хатфа анфихи. Өздігін өліп қалуы. Я бауыздап бес немесе өздігін өліп қалуы. Пойызға, машинаға кетті мысалы немесе өліп қалды. Бұл не болып тұр? Харам болудың себебі. Шарты не? Харам болудың шарты адаму дарура, қажеттіліктің болмауы. Қажет болмаса, саған харам болады, ол дұрыс па жеу? Шарты сол. Маниға не? Харам болуын тосып қоятын нәрсе, харам қылдырмай қалады уже. Уджуду дарура, қажеттіліктің болуы. Mesela қажет болған кезде саған харам бола ма? Жоқ. Келесі, аш-шар'у вада'a сабабан ва шарту мани'ан лил макрух. Мысал қандай? Сойдул лаху. Яғни ойын сауық үшін не істейсің? Ана аулайсың да. Түк не жоқ, мақсат жоқ. Жай әншін ойын сауық үшін аулайсың да. Бұл не болады? Макрух болады, дұрыс па? Себебі не болады? Лаху. Себебі лаху. Ойын сауық лағу үшін болып отыр. Шарты адаму дарура тоже. Қажеттілік жоқ болуы да. Макрух болуы, қажеттілік жоқ болса саған болмайды. Үшінші мани'уху. Оның тосатын нәрсесіне уджудул дарура. Қажеттілік болатын болса бола береді. Макрухтан макрух нәрсесі болмай қалады уже. Бесіншісі шар уада'a сабабан ва шарту мани'ан лил мубах. Мысалға никах жаңа айтқандай кімдердің масқа бойынша малекелерде, шафилерде. Себебі не ол? Ақыт, дұрыс па? Никахтың себебі ақыт болу керексің. Шарты хулул ақти анил мани'и. Шарты не? Маниқтан не болу? Бос болу керек та. Егерде маниқ болатын болса не болады? Жаңағыдай. Никах болмайды, дұрыс па? Сондықтан да не болу керек? Шарты хулул ақти анил мани'и. Мани'уху оның тыятын нәрсесіне мубах болудан каунил мар'ати мухарраман. Махраман. Әйел махрам туысы болу. Үйлену харам болатын, туыстарынан болатын болса, ол не болады? Маниқ болады. Мына осы, түсінікті ма? Кітаптан қойық. Аммал вад'у лахума فهو عبارة عن نصب الشارع أمارة على حكم من تلك الأحكام الخمسة وهي السبب والشرط والمانع. Осымен бітірдік. Осыларды енді себеп дегеніміз не, шарт дегеніміз не, маниқ дегеніміз не, соны өтеміз. Оны келесі сабақта аламыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.